Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге мен, Анар Елемесқызы, менің арнама қош келдіңіздер. Достар, бүгін мен сіздерге табада пісетін ораман нанның пісіру жолымен бөлісетін боламын. Видеоның соңына дейін менімен бірге болып, мені қолдай отырыңыздар. Ал ендеше алдымен қамырына кірісетін боламыз. Алдымен ұнға бір жұмыртқамызды жарып, бөлек ыдысымызға судың үстіне бір қасық тұзымызды салып, ертіп, араластырып, кейін ұнымыздың үстіне құя отырып, осындай қамыр илейтін боламыз. Қамырымыз тым қатты немесе қатты жұмсақ болмауы тиіс, осындай орташада болса болады. Кейін оны бір 15-20 минутқа салфанға салып, бір қаптауға алып қоямыз. Кішкене демалу керек. Енді ішіндегі начинкасын салмасын дайындаймыз. Фаршқа асқабақ, жуамызды, тұзымызды, бұрышымызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Егер фаршыңыз майсыз болса, кішкене үстіне сұйық майда құйып араластырып жіберсеңіздер болады. Ал ендеше пісіру әдісіне кірісетін боламыз. Мен осындай табағыма бірінші сұйық майымды құйып алдым. Кейін үстіне бір жуаны майдалап, ұсақтап турап алып, бір жақсылап араластырып қуырып алдым. Кейін үстіне үккіштен өткізген сәбізімді, сәбіз өз қалауыңызша көбіктеп, ұсақтап турасаңыздар да болады. Үстіне бір қасық тұзымызды және бір қасық томат пастасын салып, жақсылап араластырып алдым, қуырып. Кейін үстіне қазір картопымды саламын, кейін сарымсағымды саламын. Солай жақсылап тағы да бір араластырып, үстіне су құйып, шамамен 15-20 минутқа ораман нанымыз дайын болғанша кішкене бір пісіруге қоямын. Ал ендеше ораман нанымызды жасау жолына кірісетін боламыз. Өте қарапайым. Қамырымыз демалғаннан кейін үлкен қылып жұқалап жаятын боламыз. Арасы құрғақ болмас үшін мен осылай сұйық майды жағып жібердім. Кейін мен қатты начинкасын көп толтырып салмадым. Достар, менің арнам ұнаса, менімен бірге болып, қазақша каналының дамуына өз үлестеріңізді қоса отырыңыздар. Енді ораман нанымызды осылай үстіне салып, бетін қаппағын жауып, су аз болса кішкене су құйып жіберіңіздер. Шамамен 30-35 минутқа бұқтырып піскенше қоямыз. Менің ораман наным дайын болды. Өте дәмді, арасы толықтай піседі. Асығыс кезде балаларыңызға, отбасыңызға жасап берсеңіздер болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Өте дәмді, әрі тез жасалады, тез піседі. Уақытыңызды үнемдейсіңіз. Қазір сізге арасын көрсететін боламын. Міне, барлығы толықтай піскен. Ал достар, ендеше сіздерге ас болсын. Менің арнама тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған мен, Анар Елемесқызы. Ас болсын.